Құрметті сотқа қатысушылар, біріншіден жәбірленуші Нұрымов Қажаубайдың отбасынан толықтай кешірім сұрағым келеді. Қаза қайырлы болсын, қайғыларыңызға ортақпыз. Бұйрық болып тұр деп ойлаймын, бәрі Алланың қалауымен. Құрметті сот, алдында жауабымды айтып өткендей, мен Шерзат Болатовты қол ұшын тиіп, мен оған өлтірген жоқпын. Шерзат Болатовты өлтіргенім болса, құрметті сот, мен алдыңғы жауабымда басында мойындайтын едім, мен істеген іс-әрекетімнен қашатын жігіт емеспін. Мен ақиқатты айттым алдында, қалай болған жауабымда. Жауабымды не үшін өзгерткенім. Бір қателігім сол кезде намысқа беріліп, мойындап, мойныма алғаным, құрметті сот. Құрметті сот, мен жазадан қорықпаймын. Маған тиісті жаза беруіңізді сұраймын. Әділ шешім қабылдауыңызды сұраймын. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 106 бабымен жаза тағайындауыңызды сұраймын. Және де айтып өткендей, барша қазақ елінен, қазақ халқынан кешірім сұрағым келеді. Бұқаралық ақпараттарда, интернет желісінде жерден алып, жерден салып жатыр. Байдың баласы, депутат, әкесі әкім деп. Ешқандай да аға көкем жоқ, ешқандай да әкем жоқ. Жалғыз ғана анам бар, анаммен ғана тұрам. Ешқандай да қылмыстық топ емеспіз, сол жаққа ешқандай да дайындалып барған жоқпыз. Мен де ойлаған жоқпын, ондай болады деп. Шерзат Болатовты өлтірген мен емес, тағы да айтамын. Бірақ нақты дәлелім жоқ. Сол үшін айта алмаймын, құрметті сот, кім істегенінде.